Ассалаумағалейкум, хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Биыл тұңғыш рет президенттік сайлау күні Ресейде 5 дауыс беру учаскесі жұмыс істейтін болады. Көршілес елде білім алып жүрген студенттер жұмыс бабымен және өзге де себептермен келген еліміздің азаматтары Мәскеуде Ресейдегі Қазақстанның елшілігінде дауыс бере алады. Сонымен қатар Санкт-Петербор, Астрахань, Қазан және Омбы қалаларында орналасқан Қазақстанның консулдықтарында өзінің азаматтық міндетін орындауға құқылы. Бұл туралы Мәскеуде Қазақстанның елшілігі ұйымдастырған Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен болған кездесуде айтылды. Сондай-ақ сайлау туралы хабар таратам деген ресейлік және осы елде жұмыс істейтін шетелдік бақ өкілдеріне аккредитация алудың және еліміздегі президенттік сайлаудың өткізу тәртібі түсіндірілді. Баянды болашағымыз үшін таңдау жасаймыз. Қызылорда өңіріндегі іргелі кәсіпорындардың бірі Ырза акционерлік қоғамы барша қазақстандықтарды президент сайлауына түгел қатысуға шақырды. Бұл туралы 1000-ға жуық адам еңбек ететін ұжым жиналысында мәлім болды. Айта кетейік, бұл компания өткен жылы халық тұтынатын тауарларды шығаратын үздік кәсіпорын аталымы бойынша жеңімпаз атанып, алтын сапа жүлдесін иеленген. Қазіргі таңда акционерлік қоғам құрамындағы сүт фермасы тәулігіне 14 тонна сүт өндіріп, одан түрлі өнімдер жасау арқылы отандық өндірістің өркендеуіне өз үлесін қосып келеді. Қазіргі кезде елімізде де мынау басталған саяси үлкен науқан, бұл да бізді бейжай қалдыра алмайды. Біз әр уақытта да бұндай сайлауға республикалық деңгейде өтетін бүкіл саяси шаралардың барлығына өзіміз үлкен жауапкершілікпен қарап, соған белсене араласып жүрміз. Енді бүгінгі жиналыста да осы ұжымның атынан бүкіл қазақстандықтардың барлығына да 20 сәуірде тағайындаған сайлауына бүкіл қазақстандықтар түгел қатысайық. Соған өзіміздің келешегіміз, өзіміздің тағдырымыз үшін барып өзіміздің қалауымызды жасайық. Соған атсалысып, бірлесіп, осы жұмысты науқанды атқарайық деп соған мәлімдеме жасадық. Көкшетауда кезінде тоқырап қалған жеңіл өнеркәсіп саласы қайта қолға алынуда. Кішігірім сабын цехтары, тұрмыстық химия өндірісі мен тігін фабрикалары салынып жатыр. Солардың бірі Ant Group KZ серіктестігіне тиесілі шағын шұлық тігу кәсіпорны. Өндіріс ошағы осы жылдың басында ғана ашылған. Содан бері 10 мың жұп шұлық шығарып үлгеріпті. Қазір мұнда жергілікті 5 адам еңбек етуде. Әзірге олар күніне 200 жұп шұлық тігеді. Бұдан да көп өнім шығаруға болушы еді, бірақ тұрғындар көбіне Қытайдың арзан, сапасыз өніміне қызығады. Дегенмен тұтынушылардың да отандық өнімге деген көзқарасы өзгеріп, қазір қаланың сауда орындарынан тұрғындардың таңдана сатып алып жатқанын байқауға болады, дейді кәсіпорын басшылығы. Дегенмен айта кету керек, бүгінде Көкшетауда 1600-ден астам шағын және орта бизнес нысаны жұмыс істеп тұр. Запустились, вложили где-то около 15 миллионов. Бұл өндіріске біз 15 миллион теңге қаржы жұмсадық. Ерлер және әйелдердің шұлықтарын тігеміз. Тіпті тапсырыс берушілер болса, олардың қалауы бойынша шұлыққа түрлі ою-өрнектер салып бере аламыз. Әрине, кәсібімізді әрі қарай да кеңейткіміз келеді. Ол үшін мемлекет тарапынан көмек болады деп сенеміз. Ал сапаға келсек, біздікі Қытай шұлығынан әлдеқайда жоғары. Меня очень удивило. Мені Көкшетауда осындай шұлық шығаратын өндіріс бар екені таң қалдырды. Тіпті сапасы импорттық тауарлардан кем емес секілді. Жақында ғана ашылды дейді. Өнімі елімізге танымал үлкен кәсіпорын болуына тілектеспін. Атырау облысында ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанынан іскер әйелдер кеңесі құрылды. Еліміз бойынша алғаш құрылған кеңес құрамына мұнайлы өңірдегі тәжірибелі бизнесмен әйелдер мен кәсібін жаңа бастап жатқан қыз-келіншектер кірді. Бүгінде Атырау облысындағы бизнес саласында жүргендердің 3-тен 1-і нәзік жандылар және олардың көбі ауылдық жерде кәсіптерін дөңгелетіп келеді. Жеке кәсіпкерліктен бастап, ірі компанияларға дейін жетекшілік етіп жүрген қыз-келіншектер қаржы институттарынан да өз орындарын алған. Бір назар аударарлығы олардың саны жыл санап артып келеді. Құрылған іскер әйелдер кеңесі кәсібін жаңа бастаған талапкерлерге бизнестің әліпбиін үйретуді көздейді. Кеңес айына бір мәрте отырыс өткізіп, жасалған жұмыстарын саралайды және ісін жаңа бастаған қыз-келіншектерге мемлекет тарапынан жасалып жатқан қамқорлық пен салық заңнамалары, несие туралы кеңестер беретін болады.
Өңірдегі кәсіпкер әйелдердің өзінің үлкен тәжірибесін жаңаға бастап келе жатқан жаңа кәсіпкер қыз-келіншектерімізге көрсету, ауылдық, аудандық жерлерге әр қарата жұмыстың дамуына көмектесуге, мынау елімізде кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі үлкен көп бағдарламалар бар. Соларды әр қарата жалғастыруға әйелдердің кәсіпкерлігін қолдау үшін құрылып жатқан. Ақшта тағы атыс Аризона штатындағы Меса қаласындағы оқу орындары мен мейрамханада және қонақ үй маңында белгісіз біреу атыс ашты. Оқиғадан бір адам мерт болып, түрлі жарақат алған тағы 5 адам ауруханаға жеткізілді. Олардың арасында студенттер мен ересек адамдар да бар. Дәрігерлердің айтуынша жараланған бір адам ауыр халде жатыр. Қазір оқиғаға қатысы бар деген күдікті қамауға алынды. Тергеу амалдары басталды. Айта кетейік, қару-жарақ еркін сатылатын ақшта осындай оқиғалар жиі болып тұрады. Грекия парламенті елдегі гуманитарлық дағдарыспен күресу үшін жаңа заң қабылдады. Құжатта елдегі тұрмысы нашар саналатын 300 мың тұрғынға азық-түлікті талон арқылы таратып, тегін электр қуатымен қамтамасыз ету, әрі жалдамалы пәтерлерге жеңілдіктер жасау мүмкіндіктер қарастырылған. Есептей келе осының бәріне кем дегенде 200 миллион еуродан астам қаражат жұмсалады. Бұл соманы Грекия үкіметі әр министрліктің шығынын қысқарту арқылы және мемлекеттік тендерлерден ақша үнемдеу арқылы жинамақ. Ел премьер-министрінің айтуынша, жуырда жасақталған үкіметтің бұл әрекеті сайлау алдында халыққа берген уәдесін орындау үшін атқарылып жатыр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қарсаңында Өскеменде балаларға ерекше тарту жасалды. Облыстық Жамбыл атындағы театр ұжымы құмырсқалар, аралар, қиыспастос, құдалар атты ертегіні балғындардың назарын ұсынды. Кішкентай көрермендер татулық пен достық, еңбек сүйгіштік пен адалдыққа шақыратын қойылымды тапжылмастан 1 сағат көлемінде тамашалады. Балғындар театр табалдырығын аттай салысымен оларда ақ кимешек киген әже ерекше ілтипатпен қарсы алды. Биылғы жылдың бас кейіпкері қой мен Тасшабалада оқушылардың маңынан табылды. Молшылық пен ырысты әспеттейтін әз Наурыздың ажарын қыдырата ашты. Атаның ақ батасын алған балалар арнайы дәмнен ауыз тиді. Ал басты тосын сый сахна төрінде көрсетілген қойылым балғындарда бірден баурады. Маған театрға барған ұнады, өйткені ол жақта араны құрмысқа құтқарып қалды. Сол өрмекшінің істегені ол жаман болды. Олай істеуге ешқашанда болмайды. Зұлымдық пен адалдық бір-біріне қайшы дүниелер. Тіршілік үшін күрес, достық пен махаббат дәл осы қойылымда өрбіген. Сахна өнеріндегі қиын жанр ертегі әлемінде кейіпкер образына еніп, бала көңілін таба білу актер үшін қиынның қиыны. Десе де тура 2 ай бойы үздіксіз дайындық пен ізденістің арқасында режиссердің тырнақалды туындысы кішкентай көрерменнің жүрегіне жол тапты. Шетелдің мультфильмдерін қарасаңыз, ойдан құрастырылған персонаждар ғой. Мына жерде жаңағы өзі табиғатта айналамызда жүрген жәндіктер арқылы адамның әртүрлі мінездерін, біреу жалқау, біреу жаңағы сауықты жақсы көреді, біреу еңбекті жақсы көреді деген сияқты. Балалар өзіне ұнағанын жаңағы бірден көрсетіп жатыр. Қойылым баланың жас ерекшелігіне сай тұтас өлеңмен өрнектелген. Тілі жатық, әрі түсінікті қоңыз бен уәзір атты қос рөлді сомдап жүрген актердің шеберлігін балғындар ыстық ықыласпен қабылдады. Әсіресе театр ұжымы халық ертегісінің бала тәрбиесіндегі маңыздылығын қойылымның басты назарын алған. Актер ретінде мына балаларды алдау, балаларға өтірік айту, балаларды күлдіру бір қиын болады. Табиғатта біздің жаңағы жаратылымыздың бәрі сол табиғатпен бірге өсіп кеткен ғой. Бұны тәрбие мәні көп, жаңағы үлкенді сыйлау, кішіге құрмет көрсет, тәрбиелі бол, тәртіпті бол. Қойылым соңы жер бетінде әділдік пен махаббаттың салтанат құруымен аяқталады. Балғындарды кішкентай кезінен театрға тәрбиелеуді көздеген мамандар мерекелік қойылымды күніне 1-2 мәрте балғындардың назарына ұсынбақ ниетте. Зәуре Елдартқызы, Аслан Төлепов, Өскеменнен. Қазақ хандығы мәңгілік ел идеясы, тарихи тағдыры мен тағлымы. Шымкенттегі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция осы тақырыпқа негізделді. Қазақ хандығының 550 жылдық арқау болған шараға елімізбен қатар Түркия, Қытай және Германиядан қазақ тарихын зерттеп жүрген атақты ғалымдар қатысты. Конференция қонақтарын арнап өткен тарихымыздың
сыр шертетін отырар қазақ хандығының тұсында атты тарихи жәдігерлер мен институт шәкірттері салған суреттер көрмесі ұйымдастырылды. 2 күнге созылған жиында шетел ғалымдары қазақ хандығы туралы парсы және Қытай еліндегі көне қолжазбалардан алынған тарихи тың деректермен бөлісті. Германиядағы Бонн университетінің ғылыми қызметкері профессор Нұрлан Кенжахметұлы Керей мен Жәнібек есімдері кезінде Қытай жерінде билік құрған Мин патшалығының жазбаларында тарихи тұлға ретінде кездесетінін іздеп тапқан. Бұл жаңалығын ағылшын тілінде жазып, батыс елдеріне таратты. Бастысы Нұрсұлтан Әбішұлының қазақ хандығы туралы айтқан ойы, яғни орталық Азия аумағындағы ең алғашқы ұлттық сипаттағы мемлекет болған деген тұжырымдамасының шынайылығына көзім жетті дейді шетелдік ғалым. Қытай деректеріне үңілсек, Жәнібек пен Керейдің аты 1447 жылдан бастап кезігеді. 1447 жылы бұлар Моғолстанның әмірлері ретінде Қытайға елші жіберген, сол кезде Мин патшалығына. Мин патшалығы дейміз 1368-ден 1644 жылға дейін Қытайды билеген этникалық Қытайлар құрған мемлекет. Енді екінші рет Жәнібек 1453 жылы қаңтарда Қытайға хан атағымен елші жіберген. Бұл деректер басқа парсы деректерінен немесе Чағатай деректерінен кезікпейді. Қазақ хандығының құрылуы ол бір тарихи желідегі тарихи оқиғалардың тізбегінен тұрады. Яғни 13-14 жылға созылған тарихи процесс. Яғни Керей мен Жәнібектің Әбілқайыр хандығынан бөлініп кетуі бар, және Жәнібек хан тұсында хандықтың аяқталған кезі бар. Осы мәселелері кәдімгідей әрбір оқиғаны болған датасына байланысты саралап, талдап, оның әрқайсының мәнін, мағынасын ашып көрсетуге тырысамын. Әзірге осы түскі жаңалықтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.